Армысыздар қымбатты достар, сіздермен мақсатпен мен сіздерге 42500-ді кімдер ала алады, қалай ала алады, студенттер ала ма, және де декретте отырған аналар оған бере ала ма өтініш, соны түсіндіріп айтатын болам. Енді достар кетті. 42500-ді қазіргі таңда кімдер өтінім бере алады? Бірінші, жалдамалы жұмыс жасайтындар, екіншісі жеке кәсіпкерлер, үшіншісі өзінің жұмыспен қамтушы, яғни ЕСП төлейтін жандар. Жалдамалы жұмыскерлер, яғни алдыңғы 42500 берген кезде әр адам өзінде өтінім беру мүмкіндігі бар етін, бұл кезде енді ондай мүмкіндік болмайды, сіздердің орындарыңызға, яғни сіздің жұмыскеріңіз жұмыс беруші мекеме өтінім беретін болады. Екіншісі, жеке кәсіпкерлер, бүкіл жеке кәсіпкерлер емес, осы төтенше жағдай орын алған, төтенше жағдай демей ақ қойып, карантин орын алған кезіндегі, яғни жұмыс тоқтап қалған кәсіпкерлер. Және де ЕСП бойынша қосымша атап өтетін болам. Екінші мәселе, қашан 42500-ге өтінім беру мүмкіншілігі болады? 17-сі күні 17.07.2020 өтінім беру мүмкіншілігі басталады, 20.07.2020 тағайындалу басталады. Яғни дүйсенбіден бастап халыққа ЕСП 42500 тағайындала бастайды. Ары қарай 42500 алу үшін қайда өтінім береміз? Біріншісі 42500.еңбек.kz сайты, алдында өздеріңіз берген болатыныздар, көпшілік бұны білет. Екіншісі егов, үшіншісі телеграм бот. Естеріңізде болса, 18 телеграм бот бар етін, әрқайсымыз өзіміздің ауданымыз таңдап, сонда кіріп өтінім беретін біз. Қосымша қазіргі таңда интернетте, әлеуметтік желілерде тағы да бір ақпарат жүр, яғни Каспий.kz және де Народный банк өздерінің қосымшаларына осыны жүзеге асыру мүмкіндігін ойластырып жатыр деген, бірақ толық әлі білмейміз, сондықтан әзірге осы үшеуі. Декретте отырған ата-аналар ала ма? Олар жалпы мына тарапқа кірмейді, бірақ бұл мәселе бойынша бүгін интернетте, әлеуметтік желідегі мәліметтерге сүйене кетсек, механизмдар әзіргі таңда қарастырылуда. Студенттер 42500-ге өтінім бере ала ма? Біріншіден, студенттер бағанағы жоғары категорияға кірмейді. Екіншіден, халықты жұмыспен қамту заңына байланысты студент адам жұмыссыз ретінде тіркеле алмайды. Бірақ егер студент адам официально жұмыс жасап жүріп, немесе жеке кәсіпкерлікпен айналысып жүріп, осы карантинге байланысты жұмысы тоқтап қалған болса, яғни ақысы төленбейтін демалысқа жіберсе без содержанияға, бұл кісілер міндетті түрде 42500-ге өтінім бере алады. Енді тағы да қандай айта кететін мәселелер бар. Қараңыздар, кім бұны регулировать етеді? Сіздер 42500-ге, мысалы, мекемеңіз өтінім бердік, біздің мекеме жұмыс жасамай тұр, мысалы, 15 адамға 42500 төленсін деген. Яғни, атамекеннің бүкіл республика бойынша штабтары болады. Солар, яғни қай мекеме жұмыс жасап отыр, қай мекеме жұмыс жасап отқан жоқ, жөнінде әкімдіктерден, білім бөлімдерінен, жалпы мемлекеттік мекемелерден, жалпы қай мекеме жұмыс жасап тұр, жұмыс жасап тұрған жоқ, мемлекеттік емес болсын, бүкіл ақпарат осы кісілерде болады. ИП-лар бойынша да сондай жеке кәсіпкерлер қай бизнес жұмыс жасауда, қай бизнес жұмыс жасамауда. Сондықтан, яғни сіздің жұмыс орныңыз жалған ақпарат беріп, біреуге 42500 төлету мүмкіндігін қарастыратын болса, ол қазіргі таңда мүмкін емес деп ойлаймыз. Жалпы солай айтылған. Ары қарай, жұмыс берушілер 17.07.2020-ға дейін, яғни кеше дүйсенбі күні осы ақпарат жеткізілді, бүгін сейсенбі ақпарат толықтай жиналып берілді. 17.07.2020-ға дейін жұмыс берушілер тізім жасайды. Яғни кім қазіргі таңда еңбек ақысы сақталмайтын демалыста, солардың тізімін дайындайды. 17.07.20 күні олар сол тізімді жіберетін болады. Сондықтан жалпы енді мазалаудың қажеті жоқ, бірақ жұмыс орныңыз сіздің, егер сіз төленбейтін демалыста болсаңыз, тізіміңізді жібереді деген ойдамыз. Ары қарай, тағы да бағанағы айтылған SMS функция болады деген қазіргі таңда қарастырылуда, яғни ұялы телефонға SMS келеді. Сіз алдында 42500 алғансыз, осы жолда өтінім беріп көресіз бе деген яғни бассаңыз, ары қарай, яғни заявка обработкаға кетеді деген. Бұл бірақ проектті түрде, ары қарай ЕСП төлейтіндерге қайта төлеп қажеті жоқ деген ақпарат айтылған. Яғни алдыңғы төтенше жағдай орындаған кезде, карантин орындаған кезде қай бағанағыдай ЕСП төлеушілер болды, соларға қарастырылады деген мағлұмат бар. Бірақ бұл бойынша да әлі қосымша тағы да ақпарат жеткізіледі деген ойдамыз. Енді мынандай жағдай, жалпы егер сіз наурыздан бастап қазіргі күнге дейін жұмыс орныңыз жұмыс жасамай, шынында да еңбек ақысы төленбейтін демалыста болсаңыз, онда міндетті түрде сіз осы жолы 42500 теңгені аласыздар. Қымбатты достар, жалпы бүгінгі сіздерге ақпаратты дайындаған мақсатпен мен Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшама жазылыңыздар. Сол жақтан сіздер әрқашанда жаңа мағлұматтарды осылай видео түрінде көріп отыратын боласыздар. Мақсатпен мақсатқа. Жақсы.